Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дәл осындай дайындалуы оңай табада пісетін торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға дүкеннің 20% қаймағын саламыз. Оның үстінен қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның аз бір мөлшерін салып, үстінен қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып, онда аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Менің қамырым жұмсақ болып иленді, сондықтан мен артық ұнды салған жоқпын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Ал енді иленген қамырымызды 1/8 бөлікке бөлеміз. Торттың толық құрамын видеоның астында описание бөлімінде жазбаша түрде қалдыратын боламын. Сондықтан төменге түсіп, керек заттарды оқып алыңыздар. Әр бөлшекті екі жағынан ұн себе отырып, жұқа қамыр жаямыз. Жайылған қамырды 21 сантиметрлі формамен шетін тегістеп кесіп аламыз. Дәл осылай барлық қамырларымызды жайып дайындап аламыз. Ал енді пісіруге кірісеміз. Ол үшін табамызды құрғақтай орташа отта қыздырамыз және корждарды екі жағынан кезектесіп қызарғанша пісіретін боламыз. Корждар дайын болғаннан кейін арасына жағатын кремді дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасында қаймақтың үстінен қант немесе қант ұнтағын салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ал енді әр корждың арасына 2 ас қасық кремнен жаға отырып, тортымызды жинаймыз. Мен 3-4 коржға крем жаққаннан кейін ары қарай кольцода жинадым. Достар, менің видеом ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, мен тек қуанышты боламын. Ал егер маған тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңызды сұраймын. Сіздер менің каналымның алға жылжуына өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Дайын болған тортты кремі сіңу үшін 1-2 сағатқа холодильникке қоямыз. Осы уақыт аралығында крем әбден сіңіп, торттарыңыз жұп-жұмсақ нәп-нәзік болып шығады. Дайын болған торттың сыртына корждардың кесіндісін пісіріп, блендермен үгітіп сеуіп шығамыз. Осымен ең оңай, ең бюджетный тортымыз дайын. Сіздерге де дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады, қарапайым заттардан тұрады, әрі жылдам даярланады. Барлықтарыңызға ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.